Lesson 32. Past simple tense қазақша. Біріншіден біз past simple tense'ті қалай білетінімізді тексерейік. A, B, C, D жауабының біреуін таңдайсыздар. Сіздерге 5 секунд уақыт беріледі. Жауабын тексерейік. Let's check. The correct answer is both. I bought a car yesterday. Мен кеше көлік сатып алдым. 5 seconds for the second task. Start, please. Now, let's check. Good job. C. Visited is the correct answer. Anna visited her grandma 2 weeks ago. 2 апта бұрын Анна өзінің әжесіне барып қайтты. Usage қолдануы. We can use past simple tense to talk about things we did in the past. Яғни өткенде қолданған іс-әрекет туралы айтқан кезде біз past simple tense, яғни өткен шақты қолданамыз. Енді кез келген етістікті алайық. Мысалы, play, ойнау, work, жұмыс жасау, go, бару, eat, жеу, write, жазу, visit, барып қайту. Орысшасы посетить, посещать. Енді қазір біз past simple'да осы етістіктермен қалай жұмыс жасаймыз. Соны үйренеміз. Өткен шақта біз етістікті екіге бөлеміз. Олар regular verbs, яғни дұрыс етістік, правильный глаголы, irregular verbs, бұрыс етістік, неправильный глаголы. Бұл жерде қалай білеміз, қай етістік дұрыс етістік, regular verbs, қай етістік бұрыс етістік, irregular verb. Қайдан білеміз? Соны қазір біз үйренеміз. Ағылшын тілінде осындай бұрыс етістіктер кестесі бар. The list of irregular verbs. Және бұл кесте толық емес. Бұл мысал ретінде берілген. Егер сіз таңдаған сөз, яғни етістік бұл кестеде жоқ болса, ол дұрыс етістік деген сөз. Ал бар болса, онда бұрыс етістік. Мынау V1 деп тұрғанымыз verb. Бұл жерде етістіктің бастапқы формасы тұрады. Қараңыздар, біз қазір бұрыс етістіктерді алып отырмыз. Eat, ate, go, went, write, wrote. Бірінші verb one-ды біз қай кезде қолданамыз, егер сөйлем болымсыз және сұраулы болса. Ал екінші қатардағы сөзді V2 деп тұрған. Оны біз тек қана болымды сөйлемде қолданамыз. Түсініп тұрсыздар ма? Бірінші бастапқы формасын болымсыз сұраулы, екінші тұрғанын болымды сөйлемде ғана қолданамыз. I went to school yesterday. Мен кеше мектепке бардым. Went қайдан келді? Бұл кестенің екінші қатарынан V2-дан келді. Яғни болымды сөйлемде кестенің екінші қатарынан аламыз. Болымсыз сөйлем. Мен кеше мектепке бармадым. Go бастапқы формасынан алынады V1-нан. Сұраулы сөйлем. Қайтан go тұр. Бастапқы формасы V1-нан алынады. Және де қысқаша жауап yes, I did, no, I didn't. Use auxiliary verb did for negative question and short form sentences. Did деген көмекші етістікті біз болымсыз, сұраулы және қысқаша жауап берген кезде қолданамыз. Бұл did аударылмайды. Бұл оның past simple екенін білдіріп тұратын көмекші етістік. Мысалы, I didn't go to school yesterday. Мен кеше мектепке бармадым. Бұл жерде негізгі етістік go. Енді regular verbs, дұрыс етістіктерді біз past simple'да қалай қолданады екенбіз. Қараңыздар, play, love, cook деген ол етістіктің бастапқы формасы. Біз оны болымсыз және сұраулы сөйлемде қана қолданамыз. Егер сөйлем болымды болса, біз дұрыс етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Example. Болымды сөйлем. I played football 2 days ago. 2 күн бұрын мен футбол ойнадым. Етістікке ed жалғанып тұр.
тек қана болымды сөйлемде жалғанады. Болымсыз сөйлем. I did not play football 2 days ago. Playға ешқандай иди жалғанып тұрған жоқ, негізгі кетістік алынып тұр. Сұраулы сөйлем. Did I play football 2 days ago? Playда ешқандай иди жоқ. Көмекші етістік did алдыға шығады. Yes, I did. No, I didn't. Keywords негізгі сөздер. Ago, last, yesterday, when. I cooked бешбармақ 2 days ago. 2 күн бұрын мен бешбармақ пісірдім. Did you buy a car last year? Сен көлігіңді өткен жылы сатып алдың ба? I didn't play the guitar the day before yesterday. Алдыңғы күні мен гитарада ойнаған жоқпын. I was happy when I was a child. Мен бала болған кезде бақытты болдым. Question. What did you do yesterday?